Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жаздың ыстық күндерінде жасап ішетін суық тағам окрошка жасап көрсетемін. Окрошка шұжықтан жасалады. Бүгін мен сіздерге еттен жасап көрсететін боламын. Қалай жасалатынын көрсеңіздер, видеоның басынан аяғына дейін тамашалаңыздар. Алдымен пісіріп алған етімізді турайтын боламыз. Етімізді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 4-5 кубик қылып турасаңыздар да болады, немесе осылай мен сияқты соломка қылып турасаңыздар да өз қалауларыңыз. Екінші кезекте алдын ала пісіріп алған картопымызды тураймыз. Картопты да тура етімізді турағандай қылып, бірдей соломка қылып турайтын боласыздар. Ендігі бізге керегі шалғам. Шалғамдың жақсы шірімеген жерлерінен тураңыздар. Мен тезірек болу үшін осындай теркадан өткіздім. Егер де қолмен турасаңыздар да өз қалауларыңыз. Ендігі бізге керегі қияр. Қиярымызды да жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін осындай соломка қылып турайсыздар, немесе теркамен осылай турап аласыздар. Алдын ала пісіріп дайындап қойған жұмыртқаны тураймыз. Жұмыртқаны қолмен турағандарыңыз жөн болады. Ендігі кезекте бізге керегі көк пияз. Көк пиязымызды да жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін осылай сақтап турайсыздар. Окрошкаға көк пиязды көбірек қосқандарыңыз жөн болады. Егер енді ұнатпай бара жатсаңыздар, бір шоқ көк пияз қосасыздар. Ары қарай бізге керегі ас көк шөп. Ас көк шөбімізді де жақсылап жуып тазалап осылай сақтап турайсыздар. Осы окрошкаға кеткен ингредиенттер осы видеоның астындағы описанияда жазылып тұрады. Сол жерден қарап жасасаңыздар болды. Міне барлық керек ингредиенттердің барлығын осылай турап кеңірек ыдысқа салып аласыздар. Ары қарай дәміне қарай тұзын себесіздер, дәміне қарай қара бұрышын себесіздер де араластырасыздар. Ал енді қаймағын қосамыз. Мен сіздерге қаймақпен жасап көрсетіп жатырмын, яғни сметанам, дүкеннің сметанасын қосып араластырамыз. Бұл жерде, құрметті көрермендер, кейбір кісілер сметанамен немесе айранмен, майонезбен жасап жатады. Бұл жерде де өз қалауларыңыз біледі. Менің каналымда тағы да бір окрошканың рецебі бар. Ол жерде шұжықтан және майонезден жасалған. Кіріп көріп, олай да жасасаңыздар болады. Ары қарай енді суын қосамыз. Менде қайнаған суытылған су құйып, керегінше суын құйып араластырасыздар. Міне енді суын жеткілікті қылып құйып алғаннан кейін жақсылап бір араластырасыздар. Дәміне қарай тұзын, бұрышын көріп толықтап қосасыздар.
Ең соңында сірке суын қосып араластырасыздар. Сірке суын қосып жасап ішкен ұнамаса, онда дүкендегі дайын хрен немесе горчица бар, сонымен жасасаңыздар болады. Енді осыны суық тоңазытқышқа қойып дайын іше бересіздер. Міне құрметті көрермен, осымен біздің окрошкамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаздың күні шөліңізді басады, әрі тойымды тағам. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі видеомда кездескенше.